қош келдіңіздер. Сіздермен Фируза Мырзаева. Көптен бері үзілістен кейін сіздерге мықты бір техникамен келгім келіп отыр. Көпшілік ханым сұрайды, бетім салбырап бара жатыр, носогубка түсіп жатыр. Оған не жасауға болады? Сіздерге бір күшті массаж көрсеткім келіп отыр. Негізі бізде шайна бұлшықеті бар. Бетімізде ол ең үлкен бұлшықеттердің бірі. Ол спазмдалып қалған кезде біздің бетіміз төмен қарай салбырап бастайды, носогубка пайда болып бастайды. Сол бұлшықетті жақсылап тұрып массаж жасаңыздар, бұл проблемадан оңай әрі жеңіл құтылуға болады. Оны қалай анықтаймыз? Қолымызды мына жерімізге қоямыз, тістенеміз. Сөзде сіздердің қолдарыңызға бұлшықет ұсталынады. Сол бұлшықетті жақсылап тұрып массаж жасаймыз. Ауыртады, қалыпты, өйткені спазм болғаннан кейін ол ауырсыну болады. Сол ауырсынып тұрған жерді жақсылап тұрып массаж жасаймыз. Бірден қатты көп жасап қоймаңыздар. Бастапқы кезде 1-2 минут жасау жеткілікті. Бұл әдісті күнделікті 1 рет, 2 рет, 3 рет көп қайталап жүріңіздер. Нәтижесі сіздерге жаймен де байқалатын болады. Негізі массажды комплекс жасау керек, бірақ алдағы уақыттарда сіздерге басқа да беттің тұстарына массаждар көрсететін боламын. Сізге именно қай жердің майжымы проблема болып жүр, соны комментарий астына қалдырып жазыңыздар. Сіздердің жазғандарыңызға қарай келесіде видеолар түсіретін боламын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге өте көптеген пайдалы ақпараттар дайындап отырмын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.